Бүгінгі хабарымызда Алматы қаласы білім басқармасына қарасты Бостандық ауданында орналасқан Мұқағали Мақатаев атындағы номер 140-шы гимназия жайында айтпақпыз. Мұқағали Мақатаев атындағы 140-шы гимназияда 166 ұстаз қызмет етеді. 2500 оқушы дәріс алады. Мектепте ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары өз деңгейінде дұрыс жолға қойылған. 140 балдың 139 балын алған шәкірт те осы мектептің түлегі. 2015 жылы және 2021 жылы Мұқағали мектебі Алматы қаласындағы ең үздік білім беру ұйымы жетістігіне қол жеткізді. Ұстаздар қауымының 80%-ын дені жастар құрайды. Гимназиямызда үштік одақтың жұмысы дұрыс жолға қойылған. Ата-ана, ұстаз, оқушы бірлесе тірлік қалған уақытта сөз жоқ нәтиже болады. Әрбір бала бір жұлдыз, жарқырауына жәрдем бер деген ұстанымды ұстаған Мұқағали мектебінің ұстаздары әрбір шәкірттің жұлдыз болып жану жолында аянбай еңбек етіп келеді. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп Әл-Фараби бабамыз айтпақшы, дәл осы нөмірі 140-шы гимназияда балаларға тек сапалы білім беріліп қана қоймайды, сонымен қатар олардың елін, жерін сүйетін ұлтжанды азамат болып қалыптасу үшін көптеген қоғамдық іс-шаралар өткізіледі. Мәселен, менің ұлым мен қызым осы мектепте оқиды. Мұқағали Мақатаевтың 40-тан астам өлеңін жатқа біледі. Тіпті біздер ата-аналар да осы мектептегі қоғамдық іс-шараларға үнемі белсенділік танытып қатысып тұрамыз. Мұзбалақ ақынның өлеңдерін жаттап, Мұқағали оқуларына қатыстық, өзіміздің таным көкжиегімізді кеңейттік. Яғни бұл мектеп тек балаларға сапалы білім мен тәрбие беріп қана қоймай, ата-аналарды да тәрбиелейді десем, ешқандай артық айтқаным болмас. Осы орайда Сәния Өскенбайқызы бастаған нөмірі 140-шы гимназияның барлық ұжымына бүкіл ата-аналардың атынан зор алғысымызды білдіреміз. Армысыз ағайын, құрметті көрермендер, мен осы мектептің 2012 жылғы түлегімін. Осында алған барлық тәрбиеміз, осында алған біліміміз, мұғалімдердің бізге дейін қарым-қатынасы, берген қолдауы әлі күнге дейін маған шабыт, шаттық беріп келеді. Осындағы мұғалімдер бізге білім, ой, ақыл үйретіп қана қоймай, өмірлік ұстанымдардың дұрыс түсініктерін сіңіріп келді. Алтын ұя мектебінде керемет күндер бастан өтті. Осында өткен барлық керемет күндер, алған білімдеріміз осы өмірдегі менің жеткен жетістіктеріме, бағындырған белестеріме тек қана оң жағын көрсетті десем болады. Жеткен жетістіктерім осы Алтын ұя мектебім ұстаздарымның арқасы деп білем. Алғысым шексіз, өте бақыттымын. Мен әлі күнге дейін осы мектептің түлегімін деп мақтанып айтып келем. Осы мектебіміздің мұғалімдеріне, барлық ұстаздар қауымына басымды иіп рахмет айтамын. Мұқағали мәңгілік жыр мен үшін, қазақ қоғамы үшін, және осы мектепке қадам басқан әр ұстаз үшін де Мұқағали поэзиясы ол мәңгілік жыр. Менің түсінігімде, менің қабылдауымда бұл мектепке қадам басқан әр мұғалім кездейсоқ келмейді. Поэзияға құрмет танытқан және қазақтың үнін, қазақтың тілін, қазақтың әдебиетін сезіне білген кез келген мұғалім үшін Мұқағали мектебі нағыз өмір мектебі. Жастық жалын берген, сол жалын дарын берген және біздің ұстаздық ортада танылуымызға ең үлкен ықпалын тигізген бұл мектеп бүгіндер еліміздегі маңдай алды білім ордасы. Осы оқу ордасында ұстаздық етіп жүргеннен кейін де кейінгі жастардың осы ортаға қызығушылық танытып, шәкірттеріміздің тағылымына, мектептің өнегесіне, тәлім тәрбиесіне, ұлттық құндылығына, білім сапасына теңдей қызығушылық танытқаннан кейін де бұл мектеп бүгіндері нағыз өз білімін брендке айналдыра білген білім ордасы ретінде танымал. Мұқағали Мақатаев атындағы номері 140-шы гимназия ұстаздары түрлі кәсіби байқаулардың, дәлірек айтсақ, жыл мұғалімі, жыл сынып жетекшісі, алтын көмбе, білгірлер бәйгесі, сондай-ақ көптеген педагогтардың арасында өтетін, дәлірек айтсақ, үздік педагог, жас мамандар байқауының арасында түрлі жүлделі орындарды алып келе жатыр. Ал шәкірттеріміз додада дес бермей, республикалық, қалалық деңгейдегі, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі конкурстардың жеңімпазы атануда. Бұл ұстаз, ата-ана, оқушы үштігінің бірлескен жұмысының нәтижесі деп баға береміз.
Алматы қаласы білім басқармасына қарасты қасиетті білім шаңырақтары мен ардақты ұстаздарымыздың жағымды жаңалықтар көп болғай. Мектеп Ньюстың келесі санында жүздескенше ағайын.